Электронды оқулықтар кітапханасы. Құрметті пайдаланушы, сіздер оқулықпен онлайн режимінде қалай жұмыс істеу керек? Оқулықты қалай таңдауға болады? Оқулықтарды қарауды қалай ұйымдастыруға болады? Мәтіндер мен графикалық элементтермен қалай жұмыс істеу керектігі жөнінде білетін боласыздар. Белсендіру бетіне логин мен парольді енгізіңіз. Жалғастыру батырмасын басып, біздің веб-платформамыздың басты бетіне өтіңіз. Кітапхана модулін басыңыз. Біздің алдымызда Алматы кітап баспасының электрондық оқулықтарының барлық желісін, сондай-ақ серіктестеріміз болып табылатын баспалардың оқулықтарын көре аласыз. Сіз оқулықтарды 1-ден 11-ші сыныпқа дейін, немесе 11-ші сыныптан 1-ші сыныпқа дейін сұрыптай аласыз. Сіз плиткаларды қарау режимін немесе тізімді таңдауыңызға болады. Өзіңізге қажет оқулықты сынып, пән атауы немесе баспаны таңдау арқылы таба аласыз. Таңдауды болдырмау үшін сүзгіні қалпына келтіру батырмасын басыңыз. Әр оқулықтың мұқабасының жанынан қарау батырмасын көре аласыз. Қарау батырмасын басқан кезде электрондық оқулықтың толық мазмұны ашылады. Қажетті параграфты таңдап, жұмысты бастаңыз. Кез келген электронды оқулықтың әр бөлімінде графикалық, мәтіндік, аудио және бейне материалдар бар. Сондай-ақ интерактивті тапсырмалар ұсынылған.